Соғыш Украинадан біздің елге қазір келе. Қазір ең айбат кісілерін өтіре башладылар. Мына шол кісілер тіләмелер соғышына. Мына бұл Борис Немцовтың кім өтірген деп айтырға тілейсіз? Кім өтірген? Бұл политика өтірген. Потому что телевизорлардан, экраннардан айтып, 5-ші колонна деп, национал предательлер деп айтып, ол шағында екінші кішілер зли башылы, қайда меканалар национал предательлер деп. А қайда национал предатель, анда национал фюрер, анда штурмовиклар. Мына штурмовиклар антимайданда шықты бет, анда огромный портретіні Немцовны көтеріп шықты бет. И міне результат. Бұл политиканы кем алып барасыз наша? Политика өтірген деп айттыңыз сіз Немцовны. Біздің правительство, біздің руководство. Екінші кіші yok енді. А сіз нәрсе айтырға тілейсіз мына бүгінгі пикетқа шығып, митингқа шығып? Соғышны тоқтатырға керек, мына бірінші ол. Ненде соғыш? Кім білән кім соғышын? Украина білән соғыш. Украинада біздің уже Путин әйткенде доброволецлар өзі тілегі білән келген, еміш отпусктан солдатлар келген, өзі айтады телевизорда шол сөзлеріне. А қайдан келе танклар, бронетранспортерлар, снарядлар, патронлар қайдан келе? Гуманитарный конвой білән келе. Анда бір-екі машина, сахарный песок, крупа, қалғаны боеприпаслар и солдатлар екінші киімге киінген. Анда регулярный войска киімірген киініп жүрмейлер бет олар. Теге біз ополченец деп жүрейбет. Шығарға керек бітінісін, өзіңнің экономикамен заниматься етірге керек. Именно қазір 3 триллион ярым бұл жылға оборонаға yazılған. Полицейшіларға 2 триллион ярым yazılған. Әміне 10-шы жылға болған 600 миллиард, 700 миллиард. Никатларға көбайды. А қоя результаты? Яңа танклар, самолетлар ма? Yok алар. Только Украинаға шыға, кісілерге кәлікімнің шыға, медицинаға yok, образование yok. Кіші тұрында ойларға керек. Еңілік. Анарсың соғышы тұрында. Бір кімге де Россияға мылтық білән кірмәді, пушкалар білән кірмәді. Защищаться итәргә бір кімне алдынан да керегі yok. Тоқтатырға керек соғышларын.